Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Мен телефонда көп отырам. Телефон маған көмектесе ма, көмектесе алмай ма, мен бұны нақты айта алмаймын. Не істеу керек? Қандай кеңес бересің? Жақсы сұрақ достар, өте жақсы сұрақ. Біз себебі қазір телефон деген негізінде ол қару. Ал қару ол саған пайда алып келуі мүмкін, немесе саған керісінше зиян алып келуі мүмкін. Телефон ол инструмент. Инструмент те саған пайда алып келуі мүмкін, немесе саған зиян алып келуі мүмкін. Телефонды біз егер де инструмент ретінде қарастырсақ, онда бұл саған пайда алып келеді. Ал егер де сені қару ретінде қарастырсақ, онда саған өте үлкен зиян алып келеді. Бұл сенің қалай пайдаланатыныңда. Ал сен егер де дұрыс пайдаланасың ба, пайдаланамайсың ба, онда осы бойынша сенің телефонның саған инструмент немесе қару екенін білуге болады. Бүгін дәл осыны анықтаймыз достар. Бізде тест. Бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, арнаға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға дәл осы сұрақтың жауабын өздеріңіз ойларыңызбен жазып көріңіздер. Описанияда менің инстаграм парақшам тұр, өтіп тіркеліп кетіңіздер. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы, лайк басып кетіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Кетіп бастаймыз. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Сен ютубты ашасың. Сен телефонның саған пайда алып келмей ма, пайда алып келмей ма, сен яғни осыны білу үшін сен ютубты ашасың. Телефоннан ютубқа кіресің. Ютубта шет жағында арнайы жер бар, басасың, яғни библиотека деген жер бар. Сенің соңғы қараған видеоларың. Последнее видео деп шығады, немесе библиотека. Қателеспесем библиотека деп шығады. Сол жерде сенің соңғы бір көрген видеоларың шығады. Енді соңғы видеоларды қара. Сенің соңғы видеоларың қандай форматта? Саған пайда алып келетін форматта, яғни одан да бір подкаст, аудио кітап, уағыз, бір одан саған бір пайда алып келетін, бір ойландыратын, идея беретін, эврика беретін, тамаша ойға жетелейтін видеолар ма, немесе жай ғана ойын күлкіге байланысты, уақыт өткізуге байланысты арналған видеолар ма? Мен де өзім уақыт өткізуге байланысты видеоларды қарап отырамын. Мен де әзірлік бойынша видеоларды қарап ұнайды, бірақ барынша мен көп уақытты жаңағы библиотеканың ішінде көп видеоларым мені барынша жаңағы подкаст, уағыз және тағы да басқа арналған мен былайша өзімді қамшылауға тырысамын. Сен де дәл осылай қара. Яғни сен анықтай аласың. Окей. Егер де көбісі осы бір подкаст сияқты бір керемет, жақсы бір нәрсеге бағыттасаң, онда окей, сөз жоқ, керемет, сен телефонды дұрыс қолдана аласың. Ал егер де олардың көбісі әзілкеш форматында болса, жай ғана уақыт өткіздіру форматында болса, онда проблема. Ол проблеманы енді қолға өзің алуың керексің, яғни ограничения қоюың керексің, уақыт бойынша, немесе басқа да жолдары көп қой негізінде. Осылардың бүкілін қарастырып, телефонды дұрыс пайдалануға тілектеспін. Телефонды дұрыс пайдаланайық достар. Енді кеттік. Келесі видеоларда кездескенше, бірақ келесі видеоларда кездеспес бұрын тыныс алмай. Келесі видеоларда кездеспес бұрын Teenager Club'ға тіркеліп кетіңіздер. Teenager Club бұл менің авторлық курсым 3 блоктан тұрады. 3 блоктың ішінде біз өмірімізді, жасөспірімдердің өмірі толықтай трансформацияға айналады. Қандай трансформация? Қаржылай, тұлғалық даму, физикалық тұрғыда толық ақпаратты описаниядан өтіп көре аласыздар. Кеттік достар, келесі видеоларда кездескенше телефонды дұрыс пайдаланайық.